Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 7-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 3 мамыр сенбі күні Астана Арена стадионында астаналық Жеңіс командасы Ақтөбені қабылдады. Ақтөбе ойынның 9-ші минутында жылдам гол салып кетті. Гол авторы Оралхан Өміртай. Ешқандай да офсайд жоқ. Тамаша мүмкіндік келді және Оралхан өткізбеді. Сергей Игнатович қанша жерден команда құтқарғысы келгенімен бұл тұрғыда Оралхан Өміртаевтың алдында. Матчтың соңғы секундтарында бас төреші Эльвира Нурмустафина Әлбек Қасымды тәртіп бұзды деп Ақтөбе қақпасына пенальти белгілейді. Бірақ VAR жүйесінің көмегімен шешімнің қате екеніне көзін жеткізеді. Қорытынды есеп 0-1 Ақтөбенің жеңісі. Жезқазған қаласында жергілікті Ұлытау командасы алматылық Қайратты қабылдады. Қайрат есепті 30-ші минутта ашты. Жоржиньоның пасынан кейін гол салып, көзге түскен қазақ футболының үміті Дастан Сәтбаев. Бір 48-ші минутта бұрыштама соққысынан кейін Қайраттың белоруссиялық футболшысы Александр Мартинович баспен соғып гол салып есепті еселеді. Қайраттың кезекті шабуылында Ұлытау қақпашысы Дастан Сәтбаевқа қарсы тәртіп бұзады. 11 метрлік нүктеден Қайраттың грузиялық футболшысы Георгий Заря мүлт кетпеді. Алпыс 8-ші минутта Жоржиньоның шығарған пасына Георгий Заря тиіспей, Ұлытау қорғаушысын алдап топтан аттап кетеді. Ал өз кезегінде Дастан Сәтбаев емін-еркін командасының 4-ші, ал өзінің 2-ші голын салады. Дегенмен Ұлытау командасы азулы Қайратқа жұбаныш голын сала білді. Осындай голдың авторы Максим Чалкин болды. Қорытынды есеп 1-4 Қайраттың жеңісі. Атыраудың Мұнайшы стадионында жергілікті Атырау командасы Шымкенттік Ордабасыны қабылдады. 37-ші минутта Шымкенттік команданың капитаны Сергей Малый бұрыштама соққысынан кейін гол салып командасын есепте алға шығарады.
52 минутта Султанбек Астанов Атырау қақпасына дәл теуіп есепті еселеді. Матч аяғына қарай атыраулық Мейрам Сапанов бұрыштама соққысынан кейін баспен соғып гол салады. Бұл Мейрамның чемпионаттағы 3-ші голы еді. Қорытынды есеп 1-2 Шымкенттік команданың жеңісі. Түркістан аренада Тұран командасы Талдықорғандық Жетісуды қабылдады. Бұл ойынның 59 минутында Жетісу футболшысы Диас орынбасар қызыл қағаз алып алаңнан қуылады. Сан басымдығына ие болса да, алаң иелері Михаил Голубничий қорғаған Жетісу қақпасынан саңылау таба алмады. Қорытынды есеп 0-0, командалар ұпай бөлісті. 4 мамыр жексенбі күні Қызылорда қаласындағы Ғани Мұратбаев атындағы стадионда жергілікті Қайсар елордалық Астананы қабылдады. 40 минутта төреші Қайсар қақпасына пенальти белгіледі. Пенальтиді Астананың нигериялық футболшысы Джеффри Чинеду сәтсіз орындап гол сала алмады. Ал 59 минутта Астана қақпасына пенальти белгіленеді. Оны Айбар Жақсылықов сәтті орындады. Матчтың соңғы минуттарында Қайсар қақпасына тағы да пенальти белгіленеді. Оны Астананың албаниялық футболшысы Назми Грипши 2 рет орындап есепті теңестіреді. Бірінші орындау барысында қақпашы сызықтан алға шығып кеткен болатын. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Семейдегі Спартак стадионында жергілікті Елімай командасы Көкшетаулық Оқжетпесті қабылдады. Ойындағы бірінші голды 15 минутта қонақ команда Оқжетпес салды. Арсен Ашырбек оң қапталымен өтіп келіп қақпаға қарай соққы жасады. Ал Дәурен Жұмат баспен топты қақпаға дәл бағыттап гол салды. Дәурен қатарынан 3-ші тур гол салуда. Ал жалпы биылғы чемпионатта ол 4-ші голын салып отыр. Жығылғанға жұдырық демекші 62 минутта Елімай футболшысы өз айып алаңында тәртіп бұзып қақпасына пенальти әкеледі. Оны Алияр Мұхаммед сәтті орындап, ойындағы есепті еселеді. Қорытынды есеп 0-2, матч фаворитінің жеңілісі. Қостанай қаласындағы Тобыл арена манежінде жергілікті Тобыл командасы Петропавлды Қызылжарды қабылдады. Алаң иелері 27 минутта есеп ашты. Қарсылас команданың айып алаңындағы қарбалас сәтті Тобылдың белорусиялық футболшысы Николай Сигневич ұтымды пайдаланып кетті.
Қонақ команда да қарап қалмады. 43-минутта олар есепті теңестірді. Командасының әуелеп көтерген добын баспен соғып гол салған Қызылжардың черногориялық футболшысы Дарко Зорич болды. Бұл футболшы қатарынан 3-ші тур гол салуда. минутта алаң иелері жеңісті жұлып кетті. Жеңіс голын салған тобылдың бразилиялық футболшысы Брага болды. Қорытынды есеп 2-1 Қостанайлық команданың жеңісі. Енді назарларыңызға 7-ші тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Бүлік кестені 20 ұпаймен Алматылық Қайрат командасы жеке дара бастады. Екінші орындағы Астана командасында 18 ұпай. Қайрат пен Астана командалары Еурокубок ойындарына дайындалу мақсатында Атырау командасымен алда болатын ойындарын ерте өткізген еді. Сондықтан оларда ойын саны артық. Үшінші орында 16 ұпаймен Ақтөбе командасы келеді. Кесте соңында 2 ұпаймен Ұлытау командасы қала берді. Сұрмергендер тізімін 6 голмен Астана командасының хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов және Қайрат ойыншысы Дастан Сәтбаев бастап келеді. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 7-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 8-ші тур ойындары 10 және 11 мамыр күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.